тілейтінім Алланың нұр жаусын дейміз сіздерге. Осы көптен күткен ұлдарыңыз қызығын көрсетсін, Құдай қаласа ер жетіп, әулеттеріңізге келін түсірсін, Дракеннің ұрпағы көбейе берсін, Алланың нұр жаусын. Енді Құдай қаласа осы баладан кейін қыз неге келсін, одан кейін ұл неге келсін, одан кейін қыз ұл неге келе берсін дейміз. Алланың нұр жаусын. Жалпы бүгінгі тойдың жиналған ағайыны, жарқырап шыққан бүгін талайыны, бүгінгі тойларыңызды басқарған мен боламын, Әбдіқадыр Абылай Абайұлы. Өз атыммен тілекті айтар болсам, әр қазақ Абылайхандай дара болсын, Абайдай дана болсын, әр қазақтың қадірі биіктеніп, Алла алдында тек жақсы баға болсын, жамбоздарға қондырсын, жолаушыға жол тұрсын, осы тойға кеткен шығынның есесін бір Алла толтырсын деген ниетім бар. 21 ғасыр біз сияқты қара көздердің ғасыр болсын, қазағымның шамы ешқашан сөнбесін дейміз. Спорт комментаторлардың тілімен айтқанда, тек жеңісті күндерде жүздескенше, олайын ағайын кездескенше, той қызығын бірігіп бөліскенше, Құдай қаласа осы шаңырақта, осы Артурдың сүндет тойында, одан кейін үйлену тойында кездескенше, ірі болыңыздар, тірі болыңыздар, күртойлардың бірі болыңыздар. Ағаларға ән керек, жеңгелерге сән керек. Рұқсат болса енді мен де демалайын, жалмауызға да жан керек деп қоя. Құрметті ағайындар, сіздермен тікелей эфирде болған мен Әбдіқадыр Абылай. Келесі тойда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Той қаласын, құрметті ағайын. Алла нұр жаусын. Әдетін сөз бастайтын әуел баста, сұлу сөз жараспай ма қарындасқа, шабытым көкірегіме жел бергенде, бұл тойды кім бастайды менен басқа деп, келесі тойлардың бастау болсын деген ниетпен алдарыңызға той бастар сыйлығын тарту етеміз. Құрметті ағайындар, қарсы алыңыздар. Тойларыңыз той қаласын, той бастар сыйлығын қарсы алайық.